Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Бақиzzet. Короче, достар, біз бүгіннен бастап біз Free Fire деген ойында мүлдем ойнамайтын боламыз. Мен Free Fire тастап кеттім, достар. Мен Free Fire тастадым. Не себеп десеңіздер, зомби самурай білесіздер, өздеріңіз сайтан кейпіне ұқсас болып келіп тұр. Оның төбесінде маңдайында мұсылмандардың белгісі ай тұр. Ал ай кәдімгі нормально тұрған жоқ. Анау айдың өзі құлап сәл жерге құлайын деп тұр. В общем, былай айтқанда жаман болып тұр да. Ол тек маңдайында емес. Яғында мен оны бір апта күттім, алып тастайтын шығар деп. Оны тіпті бір аптада алған жоқ. Енді оны вообще алмайтын секілді. Ол бір есе оралады, бір есе қайтып келеді, достар. Сол себептен мен енді Free Fire тастадым. Ойлаңыздаршы, мен 15-16 мың теңге донат жасағым. Енді сол аккаунтым кетіп барады. Бірақ қазақша соларға тіпті қиын шығар. Ендіден бастап, достар, енді біз Майнкрафт сондайлар түсіретін боламыз. Ал енді не істейміз? Видеоны осы жерден аяқтайтын секілді, тез бітіп қалған сияқты. Не істеймін енді? Видеоны қазір аяқтаймын. Короче, достар, егер осы видео келесі аптаға дейін 10 лайк жинайтын болса, достар, 10 лайк жинасаңыздар, мен өз туған күндік влог деген жаңа не шығаратын боламын. Сол туған күндегі влогты көргілеріңіз келсе, осы видеоға 10 лайк жинап кетіңіздер. Маусымның 28-і мен туған күнім, сол себепті күтем. 10 лайк. Ал ендеше сау болыңыздар.